Кеше қандай ауқат жегеніңізді еслей аласыз ба? Ямаса мектепте сізді бірінші класста оқытқан оқытушыңыздың атын не? Бұлардың барлығы ятқа байланысты. Есте сақлау біздің тек ғана бүгінгі өмірімізді басқарып қоймай, бәлкі өтміштегі тәжірибелерімізді еслеп қалуда да ахметлі рөл ойнайды. Бүгінгі күні миымыз әр түрлі мағлұматларға толады. Бірақта бұл мағлұматлар қалай еслеп қалынады һәм сақланады? Яд қалай пайда болады? Не себептен айрым оқиғалар ұзақ жылдар давамында сақланады? Ал басқалары болса тез есімізден шығып кетеді. Ұйқы, стресс, жастың ядқа қандай тәсірі бар? Бүгін осы сұрауларға жауап табуға әрекет етіп көреміз. Яғни ядтың қалай істейтұғынын, оның биологиялық процесін, біз нені есеп қалуымызды, сондай-ақ оны қалай басқаруымызды біліп аласыз. Бұл Айдың каналының жаңа саны. Мен Айгүл, басладық. Есте сақлау хиппокамп деп аталатұғын ми бөлімі жәрдемінде қалыплеседі. Апуайы мағлұматты ядта сақлау бірнеше басқыштардан барады. Бірінші басқыш бұл мағлұматты қабыл ету. Бұл басқышта сыртқы дүниядан мағлұматлар көру, есту, иіскеу һәм басқа сезу арқылы миге жетіп барады. Екінші басқыш болса диққат һәм сезу. Сезу яды сыртқы орталықтан келген сезу хабарының ең бірінші қысқа мүддетлі сақлану формасы. Бұл яд 0,5 секундтан 2 секундқа шекем давам етеді. Әйне осы сенсор яд системасындағы фильтрлеуші дәруаза, яғни мыңлаған сигналлар арасынан анық қайсы бірі ядта қалуын белгілеп беретұғын басқыш. Сенсорлы яд не істейді? Сез, сурет, иіс, тину сияқты сигналлар секундлар ішінде миге жетіп барады. Бұл информация миде тербелу жағдайында қысқа уақыт сақланады. Егер сіз ітібар қаратпасаңыз, бұл мағлұмат жоғалады. Диққат мидегі фильтр функциясын атқарады. Ол қайсы информация ахметлі екенлігін ажыратып береді. Әр бір уақытта біз көп нәрсені сеземіз. Бірақ диққатымызды тек біреуіне қарата аламыз. Сенсор ядтағы әр бір сигнал күту залында тұрғандай, оған ітібар қаратпағанша ядта сақланбайды. Мағлұмат тек қана бірнеше секундқа күту залында сақланады. Тек диққат қаратылғанда ғана кейінгі басқышқа өтеді. Бұл уақытта мидегі жол белгісі есапланған таламус сигналларды керекті жерге бағдарлайды. Префронтал кортекс болса диққатын басқарады. Сонан кейін сенсор кортекслер қысқа мүддетлі сезу іслерін ұслап тұрады. Хәтті ең бәлен дауыс та ітібарға алынбауы мүмкін. Кейде телефонға қарап отырғанда қасыңызда біреу сөйлесе естпей қаласыз. Сіз сеске ітібар берген болсаңыз, демек бұл сигнал префронтал кортекс тарапынан ітібарға лайық деп таңланған болады. Диққаттан кейін болса қабыл етілген мағлұмат қысқа мүддетлі ядқа айланады. Бұл тап мидегі ижараға алынған бөлмеге ұқсайды. Бұл басқышта информация енді тек қана сигнал емес, ол мәні аңлатады. Бұл мидегі уақытша жұмыс орны болып, мағлұматты 5 секундтан 30 секундқа шекем ұслап тұрады. Бұл уақыт ішінде мағлұмат анализленеді, салыстырылады, байланыстырылады. Егер де мағлұмат ахметлі болса, ямаса қайта әсленсе, ол ұзақ мүддетлі ядқа өтеді. Кейде болса қысқа мүддетлі яд жұмысшы ядқа айлануы мүмкін. Мысалы үшін сіз телефонда кімменендір сөйлесіп отырғаныңызда сізге кімніңдір телефон номерін айтады. Сіз оны еслеп қаласыз һәм дәрхал тересіз. Бұл жағдай жұмысшы ядқа айқын мысал бола алады. Бұл процесс жүді тез болғаны, сондай-ақ мидегі басқа бірден бір ядқа байланыстырылмағаны үшін тез ұмытылып кетеді. Мағлұматты есте сақлап қалу үшін миде және бірнеше жағдайлар жүз беруі керек. Жұмысшы ядтан кейінгі басқыш бұл шифрлау. Бұл процесті ядтың аудармашысы деп те айту мүмкін. Шифрлау ядтың ең ахметлі басқышларынан бірі.
Бұл жағдай миге келген мағлұматты апуайы сигнал жағдайынан шығып, мәні аңлататұғын еслеу формасына айлану процесі. Инсан сыртқы орталықтан көру, есту, искелеу, ямаса басқа сезу арқылы мағлұматты алады. Егер ол арнаулы түрде кодланбаса, бұл мағлұмат қысқа уақыт ішінде жоғалады. Соның үшін шифрлау бұл миге түсінікті тілде аударма іздеу вазипасын атқарады. Мағлұмат миде логикалық, фонетикалық, яғни сез тикарында, визуал ямаса эмоционал формада кодланады. Мысалы, сіз пышықтың мияулаған даусын естісеңіз, бұл сіз үшін дәслеп фонетикалық кодқа айланады. Соң оған мәні жүкленеді. Бұл қоңсымның пышығы, кеше де сондай сез шығарған еді деп ойлайсыз. Бұл басқышта мидегі хиппокамп тикарғы кодлаушы орай вазипасын атқарады. Ол жаңа естеліклерді жаратушы. Айтайық, сіз естіген сесті қоңсыңыздың пышығы менен байланыстырасыз. Бұл жұмысты хиппокамп қылады. Мидегі амигдала деп аталушы ағза болса, эмоцияға байланысылы. Егерде қабыл етіліп атырған мағлұматта эмоция жоғары болса, күшлірек кодланады. Соннан кейін болса ассоциатив кортекслер, яғни бұнда информацияны басқа мағлұматлар менен байланыстырады. Осы тәрізде сіз бұл тәжірибені таныс жағдайға байланыстырасыз. Бұл байланыс болса, оны есте сақлап қалуыңызға қызмет етеді. Сіз оған өзіңіздің эмоционалдық қатынасыңызды жүктейсіз. Кейде хәтте көз алдыңызда оның көрінісі ямаса контекстін жаратасыз. Кодлау күшлі болса, яғни сіз мағлұматты мәніспенен байытсаңыз, ол ұзақ мүддетлі ядқа өтуі аңсат болады. Керісінше, егер сіз бұл мағлұматты тек жүзекі қабыл етсеңіз, ол есте қалмайды. Соның үшін біз бір нәрсені хақиқи мәністе еслеп қалуды қалесек, оны кодлау, яғни миге терең, мәнілі тәрізде жайластыру керек болады. Эмоцияменен байланысылы мағлұмат жақсырақ кодланады. Соның үшін қорқынышлы уақияны аңсат еслейсіз. Бірақ апуайы телефонның номері ондай емес. Үйрену барысында кодлау түрі ахметлі. Айтайық, адамлар суретлер һәм уақияларды текстке қарағанда тезірек еслейді. Кодлау бұл үйренудің жүрегі. Кодланбаған мағлұмат ешқашан ұзақ мүддетлі ядқа өтпейді. Егер сіз бір нәрсені көп мәрте қайталайтын болсаңыз, ямаса бұл мағлұмат сіз үшін жүде ахметлі болса, ол миыңызде ұзақ уақыт сақланады. Себебі бұл жағдайда хиппокамп мағлұматты қайта кодлап, бүткіл бас ми қабығына жібереді. Бас ми қабығы болса, естелікті ұзақ мүддет сақлау үшін қабыл етеді. Бұл процесс ұзақ мүддетлі яд деп аталады. Мысалы, әр сапары пышықтың мияулаған дауысын естісеңіз, миыңыз оны ядлап алады. Енді бұл сізге таныс. Оған байланысты естеліклер де бірге сақланады. Пышықтың реңі, ол қай жерден шығады, бұл сіздің қоңсыңыздың пышығы ма, бұлардың хаммесі естелікке мөрленеді. Ұзақ мүддетлі ядта мағлұматлар жылдар давамында сақлануы мүмкін. Һәм өмірімізде сондай бір уақиялар болады, олар ешқашан ұмытылмайды. Әсіресе бізге эмоционалдық жақтан тәсір еткен уақиялар. Әлбетте, бұндай процесте амигдала көбірек істейді. Мысалы үшін, қорқынышлы ямаса қуанышлы уақиялар күшлі ядқа айланады. Һәм миымыз бұл жағдайды ешқашан ұмытпайды. Ядтағы ақырғы басқыш болса, қайта шақыру деп айтылады. Яғни бұнда сіздің ядыңызда бұрыннан сақланып жатырған мағлұматларды қайта еслейсіз. Бұл процесте префронтал кортекс ядты ізлейді. Оны шақырып алуға әрекет етеді. Гиппокамп болса, естелік ізлерін табады һәм жеделдестіреді. Бұнан сқары мидегі басқа ассоциациялық тараулар жәрдемінде бұл естелік басқа нәрселер менен байланысады. Кейде сіз қандайда бір сесті, иісін, ямаса суретлерді көріп, біраз уақыт өтміште болған уақияны еслеп қаласыз. Мысалы, арадан жылдар өтіп және сол пышықтың дауысын естісеңіз, дәрхал сол ескі жағдай, қоңсыңыз, хәулі, бала уақытыңыздағы естеліктер миыңызде пайда болады. Демек, миымыз кереклі мағлұматты таңлап алады. Соң оны ядына түсіреді. Қашан керек болса, оны және ескертеді. Егер біз бір нәрсені көрсек, естсек, ямаса сезсек, һәм оған ітібар берсек, бұл нәрсе ядымызға орналасады. Егер ол біз үшін ахметлі болса, ол ұзақ уақыт есімізде қалады. Кейін ала апуайы бір сез, сурет, ямаса иіс бұл естелікті және еске салуы мүмкін.
Тилекке қарсы инсан естелігі шексіз емес. Ми әр секундта 11 миллион бит мағлұматты сезеді, бірақ 50 мың битке шекем қабыл етеді. Соған қарамастан ол 10 терабайтқа жақын мағлұматты сақлай алады. Бұл 3 миллион бетлік кітапқа тең. Ямаса шамаменен 100 жылдық газеталарды еслеп қалу сияқты. Ойластырып айтқанда, инсан миы сондай күшлі компьютер. Әр секундта көп сигнал алады, керегін таңлайды, һәм керек болса жылдар давамында сақлап тұрады. Бірақ инсан миінде компьютерден парқылы түрде сезу һәм сезімлер бар. Бұл болса кейде инсанға логикалық һәм тәртіплі әрекет етуге тосқынлық етеді. Себебі инсан қарарларын тек мағлұматқа текарланып емес, ал сезім, тәсір, тәжірибе һәм кейпиятқа қарап та қабыл етеді. Бұны тереңірек түсіну үшін біз ең белгілі тәжірибелерден бірі Генри Молайсон тәжірибесіне ітібар қаратамыз. 1953 жылы Генри Молайсон деп аталған науқасқа эпилепсия приступларын тоқтату үшін ми операциясы өткеріледі. Яғни онда шпакерлер оның миіндегі хиппокампус бөлімін алып таслайды. Бұл уақиядан кейін таңғаларлық жағдай жүз береді. Генри енді жаңа оқиғаларды ядында сақлай алмай тұғын еді. Себебі әр сапары кімдідір көрсе, оны бірінші мәрте көріп атырғанындай қайтадан таныса тұғын еді. Сонымен бірге ол операцияға шекемгі барлық естеліктерді жақсы еслей алады. Бұл тәжірибе ми қалай еслейтұғынын түп тикарынан өзгертіп түсінуге себеп болды. Гиппокампус жаңа естеліктерді жаратуда тикарғы рөл атқарады, бірақ әлде қашан бар болған естеліктер басқа орындарда сақланады. Демек, инсан миы бұл әпуайы мағлұмат сақлайтұғын компьютер емес. Ол сезім менен таңлайды, кейпият менен кодлайды һәм эмоция менен еслеп қалады. Ал кейде естеліктің бұзылуы инсан өмірін бүткілі өзгертіп жіберуі мүмкін. Генри операциясындағы нәтиже нейропсихология тарихында ең үлкен бұрылысты белгілеп берді. Бірақ онан алдында бұл яд бойынша зерттеулер өткерілген. Америкалы психолог Карл Лашлей 1930 жылдары өткерген белгілі тәжірибелерінде тышқанларға құрамалы лабиринттен өтуді үйретті. Кейін ол тышқанлардың миының түрлі бөлімдерін хирургиялық жол менен алып таслады. Нәтижеде тышқанлар еледе лабиринтті таба алды. Бұл сол уақыттың өзінде ақ яд тек бір орында емес, ал бүткіл миде тарқалған халда сақлануы мүмкін екенлігін көрсетеді. Гиппокампус қалай істейтұғыны белгілі болғаннан соң ілімпаздар жаңа нәрсені аңлап жетті. Яд тек қана сақланбайды. Оны қандай жағдайда еслеп қалу һәм және қалай еске түсіру де жүті ахметлі. 1974 жылы Элизабет Лофтус һәм Джон Палмер тарапынан өткерілген тәжірибеде қатынасушыларға автомобиль соққылығысуы суретленген видеоны көрсетті. Кейін оларға сұрау берілді. Машиналар бірі-біріменен соққылығысқанда не болды? Осыған ұқсас жағдай Жан Пьежаның өмірінде де жүз береді. Яғни ол өзінің балалығында оны ұрыдан құтқарып қалған адамды еслеп жүреді. Бұл уақияны ол жүді анық, хәттегі адамның бет әлпетіне шекем суретлеп берген. Бірақ та ата-анасы оған бұл уақия еш қашан болмағанын айтқан. Бұл болса соны көрсетеді. Инсан яды кейде жаратылады. Яғни қиял, суретлеу һәм басқалардың сөздері тикарында пайда болады. Яттың қаншелі тез ұмытылуын анықтау бойынша дәслепкі іліми зерттеулерден бірі Герман Эббингхаус 1885 жылы өткерген. Ол өзі ойлап тапқан сөздерді ядылады. Һәм белгілі уақыттан кейін оларды қайтадан яттан оқып, қаншасы есте қалғанын һәм қаншасы ұмытылғанын анықтады. Нәтижеде ол ұмытылу имектілігін пайда етті. Яғни инсан ең көп нәрсені дәслепкі бірнеше сағат ямаса күн ішінде ұмытады. Уақыт өткен сайын ұмыту әсемдеседі. Қайталау арқылы болса, бұл процесті сезілерлі дәрежеде әсемдестіру мүмкін. Демек, ядты басқару мүмкін. Бұл жерде тикарғы мәні ядлап қалу бойынша. Яғни имтиханға жақын оқитұғын нәрселеріңіз көп болғанда. Я болмаса қолыңызда жазып алу үшін ручка, қағаз, я болмаса телефоныңыз болмағанда достыңыздың жаңа телефон номерін қалай еслеп қалуыңыз мүмкін. Бұл жерде сізге еле жаңа есепланған, бірақ спорт түрі деп тән алынған мнемоника жәрдем беруі мүмкін.
Мнемоника бұл апуайы есеп қалу ұсуларының жиындысы есептелінеді. Дүния бойынша мнемоника федерациясы сипатында белгілі болған World Memory Championships 1991 жылы шөлкемлестірілген. Оның тикарын салушылары Тони Бузан һәм шахмат гроссмейстері Раймонд Кенни. Олар бірінші жарысты Лондонда өткерген һәм бұл іләш инсан ядының имканиятларын көрсету мақсатында шөлкемлестірілген. Сондан берлі һәр жылы бұл жарыс өткеріліп келінбекте. Жарыс жеңімпаздары болса ақшалай сыйлықтар менен сыйлықланады. 2017 жылы Қытайдың Шэньчжэнь қаласында болып өткен WMC жарысында ұлымы сыйлық пұлы 100 000 ақш долларын құраған. 2019 жылы Қытайдың Чжухай қаласында өткерілген жаһан чемпионатында ұлымы сыйлық пұлы болса шамаменен 70 000 ақш долларын құраған. Енді достыңыздың телефон номерін қалай еслеп қалу хақында сөйлесеміз. Мнемоникада ятты күшейту үшін қолданылатын тикарғы ұсулар бірнеше түрге бөлінеді. Әрбір ұсылдың өзіне тән жантасуы бар, бірақ олардың барлығы мағлұматты миге қолайлы формада беруге қызмет етеді. Ең белгілі ұсулардан бірі Лоци ұсулы, ямаса еслеу сарайы техникасы есептелінеді. Бұл ұсулда еслеп қалмақшы болған сөз, ямаса мағлұматлар ойыңыздағы таныс орынларға, үй, мектеп, көше, ханалар сияқты мәнзілерге жайластырылады. Кейін сіз бұл жерлерді қиялыңыз бенен аралап шығасыз һәм керекті мағлұматты табасыз. Мысал үшін 5 сөзді ядлап алу үшін оларды кіру есігі, асхана, жатақхана, балкон һәм моншаға байланыстырып шығасыз. Және бір нәтижелі ұсул бұл қысқартпалар һәм акронимдер. Яғни бұнда сөздердің бас харфлерінен ядлауға қолайлы болған жаңа сөз тізбегі түзіледі. Мысал үшін ROYGB. Ал бұл болса инглиз тіліндегі радуга реңдерін білдіретұғын тәртібі есептелінеді. Яғни бұнда red, orange, yellow, green, blue. Мнемоникалық ұсулардан және бірі бұл ассоциациялау. Яғни бұнда өзіңізге жақын болған оқиғалар менен байланыстыру. Мысал үшін сіз 1992 жылғы қандайда бір оқиғаны еслеп қалуыңыз керек болса, бұл жылда менің ажағам ямаса ажапам туылған деп еслеп қалуыңыз мүмкін. Һәм бұндай жағдайда бұл оқиғаны ұмытуыңыз қиын болады. Мағлұматты күлкілі ямаса ажайып көрініске айландыру да күшлі есте сақлауға жәрдем береді. Ми әдеттегідей емес нәрселерді жақсы еслейді. Мысал үшін алма сөзін ядлау үшін оны ракетаға айландырып, аспанға ұшып атырған көрінісін көз алдыңызға келтірсеңіз, ол ұмытылмайды. Кейде бірнеше сөз ямаса фактты бір-біріне байланыстырып айтып беруде пайдалы. Бұл ұсул storytelling деп аталады. Мысал үшін пышық, нан, айна, дүкан сөздерін есеп қалу үшін пышық дүканға кіріп, нан алып, айнадан шығып кетті деген апуайы ғана уақия түзесіз. Солай етіп мнемоникалық ұсулар бұл миге информацияны еслеп қалу үшін сәйкес формада беру ұсулары есептелінеді. Яғни бұнда біреулер сурет арқалы, музыка ямаса қандайда бір уақия арқалы еслейді. Ең тикарғысы болса өзіңізге қолайлысын табу. Құлласы сондай гаплер. Бүгінгі видеомыз сізге ұнады ма? Және қандай темаларда видео даярлауымызды қалайсыз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдың каналының жаңа санында көріскенше.